Hello everyone. Бүгінгі сабақта әуежайға қатысты ең қажетті сөздермен ағылшынша танысатын боламыз. Соңына дейін қарап сөздерді меңгеріп алуларыңызды сұраймын. Let's get started. Airline әуе компаниясы. Air Астана, Fly Арстан сынды компанияларды ағылшынша airlines деп атаймыз. Airport әуежай. Airplane ұшақ, қысқаша plane деп те атауға болады. Passport төлқұжат, паспорт. Luggage немесе baggage, жүк. Suitcase, чемодан. A hand luggage немесе a carry-on baggage, қол жүгі. Ағылшын тілінің өзі британдық және американдық ағылшын болып бөлінеді. Сондықтан кейбір нәрселердің екі атауы бар. Мысалы, a hand luggage британдық ағылшын тілінде аталса, a carry-on baggage американдық ағылшын тілінде аталады. Baggage claim, жүктің берілуі. Baggage carousel, жүк каруселі. Boarding pass, отырғызу талоны. Checking counter, жолаушыларды тіркеу үстелшесі. Ал тіркеу check-in. Security check, қауіпсіздік тексерісі. Customs, кеден. Cart, арба. Arrival, ұшақтың келуі. Departure, ұшақтың кетуі. Flight information screen, ұшу туралы ақпарат экраны. Terminal, терминал. Әуежайдағы бөлімдер terminal деп аталады. Gate, қақпа. Рейсті күтіп отыратын аймақты айтамыз. Delayed, кешіктіру, кідірту. Егер рейс кідіріп жатса, delayed болады. Cancelled, тоқтату, отмена. Егер рейс тоқтатылса, онда cancelled. Stopover flight, аялдама рейсі. Direct flight, тікелей рейс. Passenger, жолаушы. Flight attendant, жол серік. Seat, орын. Window seat, терезе жақтағы орын. Aisle seat, өтетін жақтағы орын. Ал өтетін жерді aisle деп атаймыз. Middle seat, ортаңғы орын. Seat belt, қауіпсіздік белдігі. Осымен бүгінгі сабақтың сөздері саяхатыңызға пайдалы болады деген үміттемін. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін каналға жазылуды ұмытпаңыз. Bye-bye.